Қазақстан Республикасы парламент мәжілісі депутаттары қызыл автобуспен Түркістан облысына аттанды. Сапар барысында Сайрам, Төле би және Қазығұрт аудандар тұрғындарының мұны мұқтаждарын естіді. Халық арасында наразылық өршіп тұр, оған себеп көп. Қызыл автобус Қазығұрт ауданындағы Сынтас ауылына келді. Жанында орналасқан Қарабау және Жұмысшы ауылдар тұрғындарын мазалайтын басты мәселе жайылым жердің жоқтығы. Ауылдың маңындағы жерлерді жергілікті әкімшілік жекеменшікке беріп қойды. Не істейміз енді? Мына малды қалай асыраймыз? Азыр мені 100 престен алып жатыр. Егерден ал мені мына жайылымға мінерді беріп десек, мына егінді басып жайып жүрейінді бар. Соған сіздерден өтініш. Мынау Гүлмира Исаеваға, Айдар Сапаровқа біздің жерімізді түбегейлі мына халыққа берсін. Жаңа айттыңыз ғой, ортақ болсын. Мына жеріміз халыққа ортақ болып, біз осы елдің азамат сияқты сол жерде қызмет етіп, сол жерден күн көрсек. Сонда не істейміз? Президентіміз айтты, екі сиыр бақсаң байысын деді. Біз қалай байымыз? Бір бұзау асырайтын болса, ол тумайды ғой бұзау. Қауамайды ғой оны. Міне сондықтан мына халыққа жерімізді берсін. Біз жақсы өмір сүреміз. 15 жылдан бері мен да, мысал, бала болып өмірге келдім да, 15 жылдан бері 5 бала шағам бар, Құдайға шүкір, тоба деп айтайын. Осынша елде 11 жыл болды. Осы гау-гаумен жүрміз. Мысалда, гау-гаумен жүрміз. Не, жер жоқ, мақұл. Береміз, жылда әңгіме осы, 11 жылдан бері. Ес білгелі, бір адамда, ес білгелі осы. Жердің просто егіп атқан егесі кім маған, соны айтыңыздаршы, болды. Су мәселесі. Ауыз су мәселесі, мынау Үшбұлақта ауыз су мәселесі өте жаман. Жоқ, мынау пәстен жоғары қарай айдайды, мотор қайта күйет, су болмай қалады. Су жоқ, ауыз су. Ана программалар келіп жүріп кетті, бірақтан бәрі сапасы істелген. Азыр мына жерден Үшбұлақтың өзіне құдығын қазып, суын шығарып берсін. Мынау жоғары жағымызға су жетпейді. Ал ол енді шілі қиын емес бізге. Ең қиыны жер, одан кейінгі мынау газ мәселесі. Мен енді ұзағын созып айтқым келмейді. Мына газ мәселесінде тәртіп жоқ. Свет нашар бізді үйге туысқанмен сөйлесу үшін көшеге шығамыз. Антенді ұстамайды. Қақтан дамыған ол. Мен мысалы үйде жатып сөйлесе алмаймын. Біреуге сөйлесу үшін Қазығұрт ауданында орналасқан Ашыбұлақ ауылында интернет жоқ. Бір сөзбен айтқанда, ауыл байланыстан тыс жерде. Мектепті көріп риза болып жатырмыз. Өте тәртіпті, тамаша. Осындай жерде оқыған балдар тәртіпті, тамаша білім алып шығатын меселе. Бәрін танысып кетейік. Ирина Смирнова деген қасымызда әріптесіміз бар. Халықтың мұң-мұқтажын шешпесе, онда осы қызыл автобус арқылы шығып, халықтың жазған арыздарының, шағымдарының нәтижесінде келіп, осы мәселенің бәрін қарап, шешуге атсалысамыз. Барлық балдарымыз Шымкентке, Алматыға барып сол жақта сабақ алды. Ауылда интернет жоқ. Интернет жоқ. Нелер айтады, қатыса алмадым, бүгін интернет болмады десе, бағаларын түсіріп тастап жатыр, стипендиядан шығарып тастап жатыр. Олар айтады некен, интернет бола ма, болмай ма, біздің проблемамыз деп отыр. Сен қандай болсын, сен оқуың керек бол. Илон Маск оларға Марс қосып кетмекші. Сейчас я запишу эту секундочку. Уважаемый министр образования и науки, уважаемый министр информатизации, вот мы сидим в селе, мы сидим в селе Ашыбұлақ Туркестанской области. Здесь нет интернета, вообще ноль. Здесь учителя ездят, министр образования и науки, учителя ездят в Шымкент. За сколько километров? За 70 километров, чтобы работать в ваших электронных порталах. Вот такая ситуация. Интернеттен бөлек ауылда шешілмеген мәселелер көп. Оның барлығын тұрғындар Қазақстан Халық партиясы атынан сайланған депутаттарға жеткізіп, шешімін табуды талап етті. Енді тікелей осы ауылға келіп отырсыздар ғой, енді Ашыбұлақ елді мекеніне. Осы тікелей ауылдың дәл бүгінгі күнгі мұқтаждықтары мынадай. Осыдан аз бұрын, осы арадан 1 километр шықпайтын жерден 32-ші квартал 11-33 деген жер теліміне мусорный свалка салынып кете жаздады. Ол тоқтатуда. Бірақ уақытында соған шешім шығарылған, бұрсақта алынған,
олар әлі жоққа шықты ма, шықпады ма, біз анығын білмейміз. Сол түбінде қайталану ықтималы бар. Біріншіден соны тоқтатсаңыздар. Ол біз зайырлы мемлекетте өмір сүреміз, ал мұны бүгінге саламыз деген жері ол Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 2020 жылы шыққан 331 бұйрығының 96, 97, 98, 100 баптарына 100% қайшы. Сонымен қатар кездесуге келгендер ескірген электр желісін ауыстырып, жер асты өткелдерінің құрылысын аяқтауды талап етті. Халықтың жүгін көтерген адамды контордан емес, халықтың ішінен іздеп табатын болса, мен мақсатым барлығын орнынан аптасты, барлығын қыртпасты деу емес. Соларды істеуге мәжбүрлеуіміз керек біз. Ол үшін менде права болу керек. Ей шырағым, мен осындай тәріліп жатырмын. Сен мұны сұрауды, мұнаны сен шешіп бере алмадың ғой дегендей мен сөз айтатындай жағдайға жетуім керек. Сол уақытта ол уже аяғын тарта бастайды.